Al kutlu olsun. Kattım ol. Al kutlu olsun. Şaşı. Askım şaşından ayak. Tamam, nasıl geldin canım? Al kutlu olsun. Снимать, мама? Один. Когда я так ходил. Sen o zaman tekrar verirsin. O safhada sayın koyuyor. Senin canın babanın kutlu olsun. Kugel olsay, hırsız, kugel. Aynısı olsun, hadi al. Evet, yerler geldi, şans oldu. Ama şimdi geldi, geri. Benim kanday yolum, benim kanday yürüyüm, başlayayım ama. Milyonum milyardım altın, milyardım baktım beni. Devrimsin, hasarımsın, karşımsın, haşırımsın, şimdi baktım beni. Milyonum milyardım altın, milyardım baktım beni. Devrimsin, hasarımsın, karşımsın, haşırımsın, şimdi baktım beni. Karşımsın, kaçırımsın, şimdi bakın neyine. Karşımsın, kaçırımsın, şimdi bakın neyine.
Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатығай құлпырып күлімдейсің, қарияға сәлем бер көңілі қалар. Атаңызға келін түсіп, дәл осындай той дабыл болсын. Ал айналайын әсет olan достары, арыстың жастары қызмет жасайық. Жақсы үйдің қонағы қыдырып келеді, ырысы артынан шыбырып келеді дейді. Енді міне. Азамат ағамыздың, Назира жеңгеміздің жақшандар екенің арқасы шығар. Бүгін шақырылғаннан да көп меймандарымыз келіп жатыр екен. Бұл да болса, бұл әулеттің құрметті екенінің белгісі шығар, ардақты ағайындар. Ал енді демалып болсақ, іштегі меймандар сыртқа қарай шыға беріңіздер. Енді біз беташар бастауға әрекет қылайық. Мына келіп жатқан тағы да кісілер болса, ол кісілерді кіргізіп тамақ бере берсеңіздер болады. Ал енді құрмет жақсылар, асқа деген ақ баталарыңызды қайырыңыздар, және де беташар төріне қарай кішкене жақындаңыздар. Енді қарияларымыздан бір бата сұрақ қойық, ардақты ағайын. Әулеттен үлкендері болса, құдалары болса, кәнеке. Ал, әумин ата. Delilerimizde sağlık, elbette denetlik olsun. Toy qılasıb, kula qalasana, kelmasdan kelimizin ayağı kutlu olup yaxtı. Yekilas baxtlı oluşunlar olsun, yekilesi tileklerin yanına qabul etsin. Olsun жақсылық toy, bärimizde juştuk olsun. Amin. Allah. Ал, атамыздың батасы қабыл болсын. Құрметті ағайын, сіздердің де шаңырақтарыңызға келін түсіп, дәл осындай той дабыл болсын. Ал, күндей күліп тұрайық. Мына іштен шығып жатқан кісілерге жастар, орын дайындап тұрсаңыздар керемет болар еді. Амин. Алхамдулиллах раббил аламин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim usuqan qanımızı sağlam. Әуелі пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның күшәртіне, оның отбасына, оның сахабаларына, әулие әмбелерге, ахундарға, ишандарға, әуелден ақырға дейін ла илаха иллаллах Мұхаммедур Расулуллах деп еткен күллі мүмин мұсылмандардың рухына, Rabbim осы арнайы азамат ағамның шаңырағынан дәметкен күллі аруақтардың рухына осы Құраннан болған сауапты фи сәбилилlah хадия қылдым Rabbim. Аруақтардың жатқан жерін жәннатта, имандарын саламатта, артын хайырлы қылып, Rabbim қабірлерін жәннаттан болған бір бақтардан етіп өзің рахмын мейірімін алғайсың. Қалған тірлерімізге иманның, исламның үстінде өмір сүруді нәсіп еткейсің, ақырымызды хайырлы еткейсің. Rabbim осы азамат ағамның шаңырағында міне бүгін той болып жатыр. Тойға ұласып, құт береке дарып, екі жас бақытты болып, өбірлі шүбірлі болып,
Ana үйдің іші жанға сырты малға тола берсін. Rabbim dua tileklerimizde özün dergahinde kabul etgeysin. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Meneke kabul bolsun ardaqta qayın. Al endi iştegi meymanдар sırtqa шығайық. İştegi meymanдар sosunda sırtта жүрген dostlar, жастар. Келінің артынан қараған ұят болады. Кішкене алдына шығайық, ыстық сәлеміне бөленейік. Енді бұл қазақтың даңқы, бұл қазақтың салты. Енді салтымызды бір жақсылап тұрып, жаңғыртайық ардақта қайындар. Жақындаңыздар бері қарай. Kartların kıran var mısın? Kıyadan küzdü tartatın Sendersin kuzar karlaşın Eliminin bolsa kartı var Askarlı dağday derbi var Ülkendi silap hürmettim Kazaktın ata saltı var ay Kazaktın ata saltı var Olsunca aman atamız Olsunca aman apamız Dilegin dayım şahsılar Bolsunca kabul batarız Әбжал әулеті, келін құтты болсын! Ал, армысыздар, ыстық сәлем алыңдар, менің бүгін шабыттанар шағым бар. Әбжал әулетінде күнде той, бұл әулетті білімді деп таныңдар. Арғатасы болыс болған бек болған, бергілері ақын және ғалымдар. Даладай дастархан жайып, құнан тайын сойып, келген меймандардың көңілін тапқан бұл әулетте қасиет бар, тәлім бар. Аллаға шүкір, бақ берген атам, Зейнеп апам, немере келін тойын көріп отыр. Азамат ағамызға да, Назира жеңгемізге де бүгінгі келін құтты болсын деп, бір шапалақ қағыңдар. Осы той бәріңізге де жұғысты болсын. Мырзалар менен ханымдар. Әкім олықпан айтқандай, жақсылармен өткізген бір күнің, бір жылдық өмірің деп, Ошқаңызбен қанаттас, кілең жақсыларменен табақтас болдық. Жақсылықтарыңыз жұпты болсын, көңілдеріңіз қуаныштан көпті болсын. Тарихта алтын әріппен жазылған дуана қожа елі, қолшаштарменен құда болып жатқандарың құтты болсын деп, неге бір қаттырақ шуламайсыздар? Тілегіміз ақ шығар, жүрегіміз пәк шығар, ақпағыдай жақ шығар. Болашаққа қадам басқан Азетулла, Аружан келінмен бақты бол деп, тағы да жастар үшін бір шапалақ ұрмасақ ұят шығар. Қазақтың даңқымен, қазақтың салтымен, Азетулланың бір емес, қош жеңгесі, ал келіндеріңізді той төріне алып шығар. Тойдағыдай, ойдағыдай құрмет қылып, шапалақты қаттыра ұрып, ақ келінді қарсалайық жақсылар. Келін күсті салды ғой бұрынғаны, біздің үйге бірендай құрынғаны, ақ ниетпен аттаған босағасы, ағырып тұр әнекей шымылдығы, ақ ниетпен аттаған босағасы, Шулайсыздар ма, шуламайсыздар ма енді бәрі? ақ бауырсақ шашу болып шашылғанда, қызыл шайлы жүзіңді Ал айналайын келінжан, келін болып сен де келдің, бетіңді ашайын деп мен де келдім. Әсетулла деген жолдасыңды жатырқама, кемдігі жоқ деген бар емес пе ағайын, ерден ердің. Қандай елге келдім деп уайымдама, қасқыры ой жемейтін, дуана қожа деген елге келдің деп, бір елімізді келінге таныстырып қойық ардақтағай. Ал Әсетулла бас қосылды басына,
jas qo'sildi jasına, uylenip uy bolgan Asetullah kelsin menin kasıma. Bir qutuqtap qo'yayıq Asetullah agayın. Qoşumet bolsun tagı da. Anasının bozығы, әжесінің бозығы, біздің үйдің қазығы, бала-бала-бала. Kayakta Asetullah öz. Осындай ұл бар. Rahmet. Kaçıp ketken жоқ baytır. Kayakta gele жатыр. Asetullah, kayaktasın. Oy boy, tok boy mı Asetullah. Kısqıtты bolsun. Ne akülü basa köngülü tok koy dep atırım. Baqıtlı bol aynalayın baurum. Mınau hurmetli agayın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem былай деген eken. Aynalayın жастар, ümmetlerim köbüyüңдер, өсүңдер, өнүңдер, көптüklerin menen осы ümmetlerimnin köptügü menen maqtanam dep. Mene Allah'a şükür. Asetullah'ımızın bası екеу болып құралып жатыр ардакты агайын. Осы жастардың болашағына тек қана бақыт тілейік. Бүгін осы Asetullah'ımız үйленіп, үй болып жатыр ғой. Кім үйленді деп таңғалмаңыздар деп бір көрсетіп қояйын дегенім ғой енді. Ал айналайын бауырым, бақытты бол Құдай қаласа. Бірақ кетіп қалма, біраздан кейін жолғам, біраз әңгімелесем семен әлі. Ал құрметті ағайын, енді бір қызық айта кетейін. Өткенде анау бір ауылда бет аштым барып. Айдалада ауылда екі-ақ үй бар екен. Екі-ақ үй, қараңыздар. Сонымен ол жерде 12 адам келген бет ашарға. Сол 12 адамды разы қылып бетін ашып бітіп, енді келіннің бетін ашайын деп жатсақ, бір апам өкпелейді. Сөйтсем, сол екі үйдің бірі көршісі сол екен қап бет пататылмайды. Енді қараңыздар, ол 12 адам болса, мына жерде қаншама адамдар отыр бүгін. Мен ойлаймын, міндетті түрде адам қалып кетеді бүгін жазылмай. Ешкім идеальный емес қой, дұрыс па? Енді аттары аталмай қалған кісілер, Азамат ағама, Назира жеңгеме өкпелеп жүрмеңіздер, жарай ма? Жалпылама түрде тағы да сәлем салдыратын боламыз. Егер де оған көнбеймін, өкпелеймін дейтін кісілер болса, міне тамада тұр ғой, маған өкпелеп кете салыңыздар. Жарай ма? Мен танымайсыздар ғой, бет ашарда кейін үйге қайтып кетем. Енді құрметті ағайын, құрметті жақсылар, ең басысы бір-біріміздің көңілімізді көтеруге тырысайық ардақты ағайындар. Келістік қой. Ал енді келін алып кеңиттік керегені, келін алып теңиттік қой терезені. Келін алған бақ берген атам, Зейнеп апам, келесі жылы дәл осы уақытта бола берсін, егіз шөберелі. Ал Азамат ағам мен Назира жеңгем бола берсін, егіз немерелі. Өтініміз сол Қаңтарбек ұлдарыңыз келіп қалды. Келінді ән нұрына бөле келі. Қаңтарбекке де бір әдемі шабыт беріп отырсаңыздар, келінге өсиет айтып берсін, өнегелі. Өнегелі өсиетімді қабыл алсын, ал келіннің осы шаңырақта бақ жансın. Той құтты болсын ағайын. Ал ағайын, ағайын, бір кәдің ай жарайым, күнде көріп жүрсем де, тағы байқап қарайын. Той түндігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, мұнда тұрған көпшілік, көрімдігін асырысын, көрімдігін асырысын. О жерде бір қартырақ шулау керек еткені. Айналайын жас келін, қаумалаған жақсы елің, құтты болсын қадамың, құт береке ап келін. Шаршы топта ұялмай, баяндайын аянбай, келін жанның келбеті, сұлу жібек баяндай, сұлу жібек баяндай екен ағайын. Әруақ сіздің бабаңыз, әруақ сіздің панаңыз, жұмасайын әрдайым, жетінан құдайы жасаңыз.
Осы айтқанды ескерсең, келін ау 100 жасарсың. Сәлеміңді арнай қой, риза болсын бабамыз. Әруақтарға мың сәлем болса да ашқар ардақтағай. Қадам бастық жайлабай, мәңгілік өмір қайданай. Мұнда отырған көпшілік бірін-біріне мейманай. Ойланып халқым қараңыз, өтті ғой ата бабамыз. Сол өткен ата бабаның артынан бәрімізде барамыз. Келіндеріңіз Әбжал әулетінің алдындағы келіндік парызын білсін, келіндік қарызын білсін, өмірдің маңызын білсін. Тарихта алтын әріппен жазылған дуана қожалардың енді аңызын білсін. Бұл фәниден қимасықпен кеткен, жұмақтың төріне жеткен, жүздері алтын болған, жүздері жарқын болған, өмірден марқұм болған, өмірден кетсе де көңілдеріңізден ешқашанда кетпеген әруақтарды бірінші құрмет қылып сәлемін салсын, тек қана бір Аллаға тағзым қылсын. Әбжан атаның әруағына, Карима апаның әруағына, Рахима апаның, Махым апаның, және де Оразбай ата, Бақтыбай ата, Дүйсен ата, Өмірғазы ата, Мамыр ата, Базаргүл әпке, Мәрия әпке, және де Нәбира апаларымыздың әруақтарына сәлем болсын, сәлемі әдем болсын шықанеке келініміздің. Құрметті ағайын, бірінің атын айтсам, артында мыңы күтіп тұр ғой, дұрыс па? Осы шаңырақтан дәметкен әруақтарға тағы да сәлем болсын келінжан. Және де Бақберген атамның, Азамат ағамның өмірден өткен нағашы жұрттарына тағы да сәлем болсын. Азамат ағамның дүниеден өткен қайын жұрттарынан да тағы да сәлем болсын. Және де Азамат ағамыздың 7 ата бабасына тағы да сәлем болсын. Ал әруақтар разы болсын шағайын. Ал енді құрметті ағайын, үлкеніңді айт, үлкеніңмен жүрген жеріңді мақтан деп, ал енді осы әулеттің үлкендерімен бір мақтанып қалайық. Қошемет болсын тағы да. Жақсылықты ойлайтын баласына, үлкендердің сөзіне қанасың ба? Ал ендеше қошеметті аямайық, осы әулеттің үлкен ата-анасына. Атасында бұл елдің апасында, сыйлай берші ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкенден батала бер, ықыласы үлкеннің батасындай. Айдай келін, алтын келін, аталар мен апаларға сәлем бергін. Айдай келін, алтын келін, аталар мен апаларға сәлем бергін. Ал ардақты ағайын, жүрген жеріміз той, думан болсын. Жүрген жерде сіздерге деген пайдам болсын. Ортамызда Бақберген атам мен Зейнеп апам тұрған кезде Азамат ағама, Назира жеңгеме келін деген қайдан болсын. Бұл келін Бақберген атамның, Зейнеп апамның келін емес пе? Ал келін атам мен апам үшін қос сәлем салынсын, жүректер жарылсын. Ата менен апаны сыйласақ, шапалақ тоқтамай қағылсын. Алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Рахмет, апам бит жіберіп жатыр ғой. Қойш бір бойсқа билейді. Ой, не ол? Жаным, апа, не істеп жатыр? Ой, апа, жұрт бәрі көріп қойды, ақша самайтын болды ғой. Салама. Ал айналайын ардақты ағайын, Алла бәріңізге разы болсын. Атам мен апама шапалақ ұрғандар, атам секілді Меккеге барып қаж болсын. Ал енді құрмет жақсылар, енді мына әулетіміздің үлкендерін арнайы айтайық. Жақсылық қажы атам бастаған, Дүйсебек атам қоштаған, Сабыр атам тағы бар, Сапаш атам шеттерінен жақсы адам, Орындаш, Лесқан, Тұрсын,
Perneхан Төлтан есімді және де Бақтияр Қажы аталарымыз, Оралған ата, Қуаныш ата, Оралғай атамыз, Данияр ата, Ормаш ата, Ермаш ата, Абдулла ата, Сейілхан ата, Бауыржан ата, және де Мәдхан ата, Мәлік ата, Мүбәрек ата, және де Қарлыбай ата, Сейфулла ата, Нұржан аталарымыз, Тұрсынхан ата, және де Бердіхан ата, Әділ ата, Әбдіхалық ата, Мырзаш ата, Мәді ата, Шырынқара аталарымыз, Әнәпия ата, Әбдіхалық, және де Шер Мұхаммед ата, Марат ата, және де Баға Қожа, Сматулла ата, Дастан, және де Жеңіс, Арынбай, Сейітмұрат, Нұрғали, Мақсат, Талғат есімді осы әулеттің үлкендеріне тағы да сәлем салынып, шапалақ қағылып қойсын шағайын кенекей. Рахмет. Ал енді орны бөлек әкенің де ананың да бар мейірім ата ананың жанарында. Ал енді аталарымызды сыйласақ, апаларымыз үшін де бір шапалақ ұрып қойықшы. Жұмақтың келті аналардың табанда деп пайғамбардың өзі өсиет еткен жоқ па? Ал енді үлкен апаларымыз мінекей. Дүйсенкүл апаларымыз, Күлстан апа, Алтынкүл апа, Алтынқыз апа, Несбел апа, Күлғайша апа, Шәркүл апа, Қатира апа, Оразкүл апа, Нұржамал апа, және де Нағифа апалымыз, Хадиша апа, Масаткүл апа, Тұрсын апа, Күлғайша апа, және де Мәкида апамыз, Құндызай аналарымыз, Айсұлу, Гүлсара, Дана, Гүлдана, Гүлбану есімді ата апаларға тағы да сәлем болсын, сәлемі әдем болсын деп бір қол соғып отырайықшы апаларға. Сәлем бергелін. Шап! Ахау қалайық, шапалақ қағайық, ахау қалайық, қошемет қылайық, ахау қалайық, құрметті болайық, ахау қалайық, көңілді болайық. Хей! Ал айналайын келжан, аттары аталмай қалған ата апалар болса осы әулеттің тағы да бір сәлем беріп қойыңыз кәнекей, аттары аталмай қалғандар болса. Ал енді нар тұлғалы нағашылар жасай берсін тағы да. Елтірі тонның жағасы, етіп тұрған ортада, нағашыға қарашы, сынбасыншы сағасы, ал шапалақ арнашы. Ал енді бұл нағашыларға сәлемнен бұрын бір қол соғып қойыңыздар ардақты ағайын. Себебі ананың ақ сүті үшін әр адам нағашыларға қарыздар шығар мінекей. Ал алдыменен ортаға Бақберген атамның нағашыларынан бастайым, одан кейін Азамат ағам нағашыларын жалғастырам. Себебі бұл түп нағашы, құт нағашылардың жолы қай жерде болмасын үлкен болады ғой, дұрыс па? Ал нағашылар, билеп келуге дайындалыңыздар, билеп келіңіздер. Жаңа ата апаларды айттық, мейлі енді үлкен кісілер, енді нағашы дегеннен кейін арада жастар да бар ғой, дұрыс па? Мен енем құсап жетіп келе салмаймын. Так, Бақберген атам нағашылардан бастайын. Күлсинет апам, Марат ата, Махмуд атаға бастап келген атымыз аталмады демесін. Бақберген атаның нағашыларына қос сәлем болсын келінжан. Және де Азамат ағамыздың нағашылары, Гаухар апа, Бауыржан ата, Тәжкүл ана, Бақтияр ата, және де Байғалима, Тимур ата, және де Тәттігүл апаларымызға бір сөзбен айтқанда Азамат ағамыздың нағашыларына
Biğayşa yesim nağaçlarga. Al bir adem selim bulsun. Kelsin nağaçlar ortadan doldurup. Bilep apa. Her bir günüm köngülde sen barada Rahmet. Al gelincan atları atalmay kalgan nağaçlarga tağ da selam berip koyunuz. Barlığı razı olup otursun. Al endi su içip össüңүздөр bir bulaktan, armandar orundaldı bir murattan, Әсетулла жиенimiz үйlendi dep nağaçları жетектеп келіп отыр бүгін bir murattan. At алып келген, ән көрдіңіздер ма, қораң артында байланып тұр. At алып келген nağaçlarga bir şapalaq ұрып қойыңыздар ағайындар. Енді барша бұл жерде Нағима анамыздың нағашылары, төркіндері, бәрі Әсеттің нағашылары ғой. Атамыз Сейлата және де Қағазай апама жеке bir сәлем болсын, сәлем әдем болсын шкелінің атам мен апама. Және де Тұрған Күл есімді барша нағашыларымыз Егізхан, Қарлығаш, Күлсипа, Мұхтар, Айнаш, Абзал, Сания, Садық, Венера, Гаухар, Талғат, Ақмарал әпке, Пердалы, Жазира, Тәжімахан, Ләззат, Доспол, Тұрсынкүл, Абылай, Фарида, Сағындық, Асылзат, Ердәулет, Бақтыгүл, Ақзере, Нұрсая, Айша, Сафия, Фатима, барша атымыз аталмады демесін, нағашы бөлелерге қос сәлем, кет кәнеге. Сіздің ауылда тұратын қыз теңейді неміз сұлағылда сағынғанда құшақтасам ауылды басып отырғызып Ай, нағашылар би қайда, көңіл күй қайда? Сізді алама сөйлесейін түсіңдер біздің араға сағыныштың қылыш еттің гитарамменен күзгі далада сағындым екен көре алмаймын мен болашақ жарамды бөтен еске түсіп қалар деген сіздің өшірін әй жаным күндірген Рахмет. Ал айналайын келінжан аттары аталмай қалып жатырған нағашы бөлелеріне Әсеттің тағы да қос сәлем беріп қойшы кәнекей. Ал құрметті ағайын, ас иесімен тәтті болады, той иесімен сәтті болады. Ал Азамат тәтемді, Назира жеңгемді бір шақырып қойайын, шапалақ деген қатты болады. Открываю двери без ключа. Ал бір шуламаймыз ба? Налетели как саранча. Азамат тәтем, Назира жеңшем, естілмейді. Раздался как Джеки Чан. Кто-то красавчик, кто-то такой молодец. Мужиком будет стать мальчик, мужиком станет отец. Ага, какой привет, такой ответ шапалақтыңызға рахмет ағай. Болмады мынау, көңілден шықпады. Бейті қызың жол жіңішке, Назира жеңшеме без музыка, шапалақ! Қалай? Болат деген қалай кетті? Болат деген, значит, нашар деген әңгіме бұл. Басынан, Назира жеңшеме шапалақ! Қалай? Қатты айтыңызшы. Нашар deyip бәсе көңілі толмай тұр екен ғой. Эй, құрметті ағайын, шынымен шапалақ нормальный. Бірақ ана жігіттердің ысқырғаны, қыздардың шыңғырған жетпей жатыр, солай ғой, тура таптың ғой. Дайындалыңдар сенді ысқыруға, шыңғыруға. Ал, Назира жеңшеме шапалақ! Ал, енді қалай? Зор дейді әні. Ал, енді құрметті достар, құрметті бауырлар, шықсаң шалға. Стойк ұстаңыз. Давай! Бокс! Жоқ па? Футбол! Бір тепсеңші? Штанга! Рахмет. Біреуіне де қатыспаған. Бірақ нағыз жігіттердің төресі Азамат ағама шапалақ! Көп деген шапалақ бұнау. Азеке, елдің бәрі сіздерді сыйлап келіп отыр ғой. Ал,
Енді сіздер үшін бұл кісілердің қалай шулайтын қараңыздар. Жақсылап көріп алыңыздар. Дайынбыз ба? Кеттік олай болса! Естілмейді! Келген қаулы мықтырақ, шапалақтап түк тұрар. Мен бір өлең шырқайын, қол соғамыз қаттырақ. Көршілерде қасында, бөле жиген осында. Нағашылар келіп тұр, коллективтер осында. Хақты! Шойдың көркін ашасын, елдің алып батасын. Той жасаған бүгінді Азамат тәтем жасасын! ақшаулықты арасын, алтын алқа тағасын. Той жасаған бүгінгі Назира жеңшем жасасын! шапалағын биінде, қуанышты күйінде. Дәл осындай той болсын әр қазақтың үйінде. Орындалып ойларым, жақсыланып тойларым. Баршаңызға рахмет, құтты болсын тойларың. Ал кеттік енді орамыз жақсылап! Тоқтамаймыз! Рахмет, қалай тәді? Зор, керемет. Зор қылдық қой. Енді, молодец. Кімнің атынан? Мен кластасымын, Азаматтың бірге өскен бала еді тұр. Шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Әпше, Құдайдан қайтсын, Құдайдан. Рахмет. Азамат тәтем мен Назира жеңгемнен қайтқан не болады? Дұрыс па? Ары кетсе тойыңызға бір 5000 теңге қосып апарар. Ең бастысы Құдайдан қайтсын бәріңізге осы жақсылық. Шапалақ ұрып қояйық, не болады? Рахмет. Үйінде еш нәрсе қалмаған ау деймін бәріне. Рахмет, той құтты болсын. Ал енді ағайын, осы сәтті пайдалана отырып, Әсетулланы тағы да бір шақырып қоймаймыз ба? Ал, қошемет болсын. Әсетулла, қайдасың? İstedim sevilen oldum, yolunu gözledim. Әсетулла, жаным, айналайын. Сіз тудыңыз ау осыны? Молодец, келе ғой, жаным, бер қарап қой. Енді, құрметті ағайын, Аллаға шүкір, өмірдегі бай адам, бақытты адам, ата-анасы бар адам, бала-шағасы бар адам емес пе? Әсетулла, сен өте бай жігітсің ғой. Мені Аллаға шүкір, әкең тұр, анаң тұр. Енді саған бір сұрақ қойыңшы, осы елдің алдында. Анаңның табанның астында не бар? Жұмақтың кілті. Жұмақтың кілті? Дұрыс па? Жұмақтың кілті ананың табанның астында болса, неге онда аналардың мәртебесін көтеріп шуламайсыздар? Рахмет. Екінші сұрақ. Әкеңнің табанның астында не бар? Не ақ білдің? Не бар? Шұқылап абырой бар ғой. Қойш, наған абырой ол? Бар ғой өзін абырой. Құрметті ағайын, дұрыс айтады, дегіз біздің Әсет көпті көрген жігіт қой. Міне, атам мен апамның батасын алған жігіт, әкесі мен анасына қызмет жасап жүрген жігіт бұл кішкентайынан. Енді құрметті ағайын, дұрыс айтады. Сенің әкеңнің табанның астында сені осы күнге жеткізсем деген ұйықтамаған түндері бар. Сені осы күнге жеткізсем деген әкеңнің күлкісіз күндері бар. Осы менің перзенттерім ешкімнің қатарынан кем болмасын деп еткен еңбегінің теріс бар емес пе ағайын? Қандай ыстық сөзі? Әке деген, әке шіркін бәрімізді өсіріп мәпелеген, әкесі бар, ұлдар болады ерге, аспандағы айды да әпер деген. Осы әкеңе рахмет бауырым. Сені кішкентайыңнан жетектеген, айтқан бір сөзіңді екетпеген. Ей, қандай ерке болдың, бәрін көтерген осы әкең емес па? Мына жерде отырған бірде-бір адам сенің ешқашанда еркелігіңді көтермейді бауырым. Өстім өндім деп ойлама, әлі де еркелігіңді көтеретін осы әкең. Ей, осы әкеңді елінің алдында неге сен бір көтеріп қоймайсың? Шапалақ қайда ағайын? Шапалақ, әкелер жасасын! Сүй маңдайынан әкеңнің! Қошемет керек ағайын!
Alma bavurum, ornu bölek koy. Бұл әкенің де ананың да. Бар мейірім ата анаңның жанарында. Жалғыз әкеңде емес, анаңды да мәңгі құрметте. Сұрақ қойдым, дұрыс жауап бердің. Жұмақтың келті анаңның табанында. Құшақта анаңды кәнекей. Шапалақ болсын ағайын. Тойла бүгін тойында, Hey! анашым өзің күнім айымда. Рахмет. Әна құрметті ағайын, кейде өзім бір беташарларға барам ғой. Сөзің ашығы. Бір тамадалар болады, менің нағалтама ақша сал, пәленшеге 3 сәлем, түленшеге 4 сәлем, оған кейде той ес жағаласып тұрады. Ана әпшеміз кәсіпкер, оған 5 сәлем болмаса болмайды, қайта-қайта салдыр. Ана жездеміздің малы көп, онда арнай айт дейді. Негіз ағайын, ондай керек жоқ. Ақшаларыңыз көп па? Мынақа газ келмеген сияқты ғой, әлі? Газ кіргізіңіздер, газ кіргізе алмасаңыздар, көмір ала беріңіздер. Бәрі ақша ғой, дұрыс па? Bir сәлемге риза болыңыздар. Ризасыздар ма? Жүдә болмаса банк жауып алыңыздар. Как-раз қыс келатыр. Дайындалсаңыздар қысқа қопшы. Жарай ма? Ең басы бір сәлемге риза болыңыздар. Бірақ енді арамызда Азамат тәтем сияқты планетасы мықты жігіттер бар, олар сұрамасаңда бере салатын. Мен ондайларға еш нәрсе айтпаймын. Бергенді көре алмай отыратын кісілер болмайды ондай нәрсе. Шапалақ ұрып қояқшы. Ал келін. Атаң мен енеңе өзің қанша сәлем саласың, салшы бір жақсылап. Кел. Сала беріңіздер. Молодец. Ау. Кете беріш. Тәте, ризасыздар ма? Жеңеше, ризасыздар ма? Болды. Айналайын келін. Күніге азанда сәлеміңді тоқтатпа, жарай ма? Тәте, келесі сәлем азанда 5-тен 59 кеткенде болады. Келісіп қойдық келінмен. Бірақ ұйықтаққа берді бәлезе жоқ шығар? Болды. Главный өзімізден басталады ғой, любой нәрсе. Дұрыс па ағайын? Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар ғана. Алын ағайын, шайлары болса қызарған, қолдары болса ұзарған, осы әулетке қыз беріп, осы әулеттен қыз алған құдаларға деген бір құрметімізді білдіріп қояйық мінеке. Жақпек, Гүлнар, Әнуар, Замира, Қалжан, Айнагүл, Қуаныш, Жадыра, Сержан бастап келіп жатқан атымыз аталмады демесін. Осы әулеттің құдаларым дейтін кісілерге қос сәлем. Ал құдалар билеп келіңіздер. Кет қана. Сол кеште тойда дедім бірден жанамая. Жүрмеді екен жүрекке айла. Құда шағызын алатая. Рахмет. Құдаға атыңыз аталды ма? Бұл аталмаған сияқты келатса что-то. Шапалақ ұрып қойып құдаларға. Ал біздің түлеулес қыздарымызға да бір өсиет арнаймыз. Ал келін тыңдаңыз кәнекей. Адалдықтен нәр алған, ақыл нұрдан жаралған, ақ көңілі гүл бақша, ақ жүрегі ағарман, екі беті анардай, жанып жүрер асылдай, алма бойын ақтамақ, ақтамақ. Көлден ұшқан аққудай, әпкелер мен жезелерге бір сәлем. Ал тамада алтын уақыты үнемдесін, ырыс дәулет шаңыраққа түгелгесін, қыз баласын өмірде сыйла дейді, қыз дегенің өмірдегі ең бірінші тілеулесің. Таза бишілер келеді қазір ортаға. Bir қол соқ қояйық ардақты ағайын. Жақсыгүл және де Нұржамал бастап келген Гүлшірін, Гүлбаршын, Құрал есімді Ұлбосын, Бейсенхан, Айгүл, Жақып, Қарлығаш, Сұлтан, және де Қаламқас, Тұрсын, Сандуғаш, Мәдәлі, Әлия, Жанат, Нұржамал, Жомарт, Жазира, Талғат, Гүлжазира, Ғалия, Мақсат, Сымбат, Әнуар, Тәжгүл, және де Әйгерім, Нұран, Гүлжамал есімді жақсыларымыз. Және де жиендеріміз Бауыржан, Ерғали, Нұрғали, Ержан, Ерзат, Азиза, Еркін, Гүлдана, Клара, Самира есімді барша әпке, жезде, қыздар, күйеубалдар, жиендерге қос сәлем! Билейміз ғана, билейміз!
Ey canlarım. Құдай төркінімізге тек тойға келуге жазсын. Той құтты болсын, тойымыз тойға ұласа берсін. Эстафета Бакең мен Орекең үйінде енді. 谁随着是，谁随着是，牛当不？ Әмин, әпше, тәңір берсін тілеуіңізді. Құдай қаласа тек қана тойға келе берейік. Арамыздағы әпке, жезде, жиен, қыздар, күйеуолдар, аттары аталмай қалғандарға тағы да бір сәлем беріп қойыңыз келінжан. Ал, енді айналайын келінжан, қайнағаларыңыз бар. Және де арасында ертең өлтіріп өсек айтып беретін абысындарың да көп екен. Бәрін жақсылап тұрып айтайын. Нұрмұхаммед, Дінмұхаммед, Ғалымжан, Талғат, және де Ермұхаммед, Бағдат, Жұмағали, Нұржан, Сәкен, Қанат, Нұрболат, Рауан, Дәулет, Бағлан, Абдулла, Жаслан, Бірмұхаммед, Алишер, және де Аятулла, Құдай берген, және де Ержан, Имам, Үсен, Файзулла, Азат, Асан, Бақыт, Нұрлыхан, Нұрдәулет, және де Асылжан, Ислам, Мақсат, Мақсұт, Айтбек, Дана есімді барша қайнағаларға қос сәлем болсын. Ал келіңіздер билеп ортаға. Би қайда, қайнағалар, би қайда, көңіл би қайда. Азат бергеш бері. Болмады ғой, қайнағалар деп сонша шақырып едім, қайнағалардың бәрінің орнына сен билеп бересаш. Ал ағайындар, нағыз қайнаға, нағыз жігіттердің төресі Азат. Бір шапалақ ұрып қойш, кетті Азат кәнекей. Жібер, барша қайнағалардың аттан Азат. Шаршама тек шаршама, талсана, жоғынып бір беймейім. Шаршама, шаршамай, шаршамай, аяқтың талсанай, жоғынып бір беймейім, шаршағар көрділай. Азат бабай, Азат ай, насыры жоқ қой жода. Бәсі сөйтсей. Болды, canım, malades. Vay şastın, meştin imamı koy. Bir şapala kurup koyakşı. Assalamu alaikum, rahmetullahi. Intımağımız birde bolsun. Kelesi toy kiyinde bolsun. Kelesi betaşar bassan qaydam, osu Azattың үйінде bolsun şağayın. Osu Azattың toyuna barayықшы, Құдай қаласа, Azatcan, әумин деп қой. Құдай қаласа, біздің де тілегіміз зор қой. Қанша жақсылық жасап жүріп, жақпайтын тамадан күнігі көріп атырып қой. Главный тілеулеспін ғой мен сендерге бауырым. Қошемет білдіріп қой. Енді біз абысындарды айтпай кеттік қой. Енді айтайық әдемелеп. Жарқынай, Гүлнұр, Манзура, Жазира, Айгүл, Жазира, Тамара, Айжан, Дала, Гүлназ, Дана, Гүлназ, Гаухар, Кәмшат, Гүлжазира, Мадина, Жұлдыз, және де Әсемай, Наргиза, барша абысындарына қос сәлем! Жүргені! Күздің жауын алар, жанарым, мені ойбылдырар сенің қалағың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Күздің жауын алар, жанарым, мені ойбылдырар сенің қалағың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Әй сүйемадым мен, қалай қалайын, мөлемін демейсің сен, қалай қалайын. Canım, cinçelerime bir şapala korup koyunuzlar. Akşasın bir berdi, dapal edin sәлемдерін bir сап кетті ғой бәрі. Рахмет. Ал, енді жақсылап тұрып бұл жерде Азамат ағамыздың достары, әулеттің коллективтері бар.
ауылдастар бар. Осы кісілерге де бір жақындап қаптық ардақты ағайындар. Ал енді арада шулап отырыңыздар. Той құтты болсын тағы да. Сыйласар да сырласар атаңыздың достары, жақсылықтан қалмаған, жақсылықтан қанбаған, жүретұғын от болып, жүретұғын шоқ болып, көрімдігін беремдеп, атаңыздың достары тұр асығып, достардың да құрметіне бір сәлем. Ал ағайын, Азамат ағамның балалық күндері бірге өткен, көңілдері болса гүл көктем. Азамат досымыз да келін алып жатыр, досымыз да ата болып жатыр деп келіп тұрған құрметпен Азекеңнің достарына бір қол соқ қойыңыз тағы ағайын әреке. Ал Асан сұлу бақыт бастап келген Қанат, Гүлім, Ғалым, Гүлвира, Баука, Айнұр, Айдар, Айгүл, Талғат, Айнұр, Медеу, және де Айгүл, Айнұр, Өскен, Салтанат, Мейрамбек, Мадина, Марат, Нұржамал, Жано, Айнұр, Әділет, Қыдыр, Гүлмира, Бақыт, Рәзия, Қонай, Фируза, Марат, Гүлдар, Икрам, Айнұр, Берік, Пернегүл, Жеңіс, Айнұр, Әділ, Базаргүл, аузым арып көтті, шапалап ұрып қойсаңыздар. Ербол, Гүлжан, Бақберген, Нұргүл, Нұрлыбек, Айгүл, Асқар, Аяулым, Ербол, Мұрат, Нұрбек, Бауыржан, Жақсыгүл есімді атымыз аталмады демейтін шығар. Азекеңнің достарына үш сәлем! Көтерейік кәне достар, махаббат үшін үзілген сөнген бір өмір қайта жалғансын деп. Шапалақ болсын екен! Достар, мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар. Ардайы Жұмакүл Балзия кластастарға жеке сәлем! Жастық шақ, гүл ашқан бақ, ағаштар шайқалады. Ал жігіттердің құрметіне бір әдем музыка болсын. Ал бір шулатыңыздар кластастар! Бақытыма балап тұрып, қалай кетем қалап тұрып, көздеріңе қарап тұрып, неге қош дедің? Неге қош дедің? Барлығынан биік тұрып, жанарыма күліп тұрып, мені жексіз сүйіп тұрып, неге қош дедің? Жүрегімде менің жаралама сен басқа, болмай ма жігітке артып тұстартен тұсқа, сені жексіз сүйіп, жақсы көргеннен басқа. Айтшы мен не істедім, айтшы мен не істедім, көңілімде менің қалдырмашы сен басқа, болмай ма жігітке артып тұстартен тұсқа, сені жексіз сүйіп, жақсы көргеннен басқа. Айтшы мен не істедім, айтшы мен не істедім. Хоп, хоп, ал шашудан алыңыздар, шашудан! Рахмет, ой, молодец, достарға бір қолсы тәке бергенші. Негізі тәке сіз біреумен билесеңіз биле алмайды екенсіз, мен байқаймын да. Тәкеңнің құрметі анау-мынау емес, бір жеке болсыншы, бір 80-ік, бір 80-90-ға. Ал достың тойын дос көтереді ғой. Шапалақ кәнекей! Давай, тәке! Опа! Әнді! Рахмат! Check it out, here we go, let me say it. Поддержка, достар! Рахмет! Кластастар! Кластастар! Тәкең мектепті де естіп оқыды ма? Молодец, базар жоқ, бір шапалақ ұрып қояқ тәке. Алла көтерсін көңіліңізді. Рахмет, мен достың тойын көтеріп жатқан
Al endi mына құрметті ағайын, арамызда Садықбек Адамбек мектебінің барша бастауыш сынып ұстаздары келіп отыр. Енді мына тамада алтын уақытты алмасын, шаршамасын, талмасын. Енді басты кісілерді ғана айтып кетейін, қалғандарының көңілі қалмасын. Балзия апайымыз, артық қыз Гүлжан Салтанат апай бастаған жалпы ұстаздарға қос сәлем болсын Шықанеке. Келіңіздер ұстаздар! Садықбек Адамбек мектебіне қошемет болсын Шықанеке. Отағаның қарайсың мөлдіреген көзіңнен, аққу бар гүлдеген махаббатты сезімнен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып Ұялғандай өзіңнен. бір өзіңе бар Би қайда, ұстаздар, би. келгенде Ола, рахмет. Қайт барады мына кісілер? Қаяққа барасың? Мен түсінбеймін осыны. Не үшін ашып жатыр? Келін бет мысалда. Бергелі. Негізі сіздердің ашыларыңыз керегі жоқ. Бір келінді көрсетейік деп жатырмық біз. Келіңіздер. Так, біздің Эльмира апай қайда? Эльмира апай. Эльмира апай шақырыңыздаршы маған. Эльмира апайдың өзі жеке келсінші менің қасыма. Шапала құрып қойыңыздар. Рахмет. Енді мына құрметті ағайын, әр жігіттің өзі өмірде ұстазы бар. Ұстазы бардың әрине ұстамы бар. Бұл Эльмира апайдың білім саласында қаншама жылдық стажы бар. Әсетіміз мектеп қабырғасына қадам басқанда қолына парақ берген, парақты қалап берген, Әсетке сабақ берген осы ұстазға бір шапалақ сұрайыншы ағайын Шынеке. Келін, ұстаздарға тағы да қос сәлем беріп қойыңыз Шынеке. Шапалақ болсын ағайын. Рахмет. Рахмет. Бұлай қарай, тез. Бұлай қарай. Аха. Ататы құсы неғып кемеді деп ойлап тұрып. Гүлдана Данияр жезделерге тағы да бір сәлем беріп қойшы келін Шынеке. Құшап жайып қарсалар арманым саған, өзің арнап сүйетін сен әуелі сала. Енді сәл сабыр қылыңыздар. Мен барынша қосып айтып жатырмын ғой, байқап тұрсыздар ғой енді. Сәл сабыр қылыңыздар. Білем, жұмыс көп, уақыт жоқ қазір бәрімізде. Енді мынау Алладан кейінгі адамға ең жақыны көрші қонсылар ғой. Ашок, Динара бастап келген Ерко, Нағима, Талғат, Салтанат, Масаткүл апа, Хадиша апа, Тәжіхан, Мадина, Сәрсен, Нұргүл, және де Жұбатқан Сағира ата апаларымыз, Марат, Ұлдар ата апаларымыз, Қуаныш, және де Мұхаббат, Полат, Ләззат есімді жақсыларымыз, және де ауыл ағалары, Бағлан, Бақберген, Чомарт, Мейрамбек, Абай, Ерғазы, Марат, Асан, Бақчан, Мұратхан, Асылжан, Арман, Ислам, Бағымжан, Ғалымжан, Нұрлан, Ержан, Нұрдәулет, Ғани, Сәкен, Рамазан, Ағерке басып келген барша көршілерімізге, ауыл ағаларына тағы да сәлем болсын, сәлем әдем болсын. Келіңіздер билеп. Жаным деп күн барам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, ұстай ұшып барам, сүйдім сені күндарым. Хей, жаным деп күн барам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, ұстай ұшып барам, сүйдім сені күндарым. ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Опа! Саған тәтті әндер айтамын. Рахмет. Айналайын көршілер, ең болмағанда сіздер қайтып кетпеңіздер. Ертең әңгіме қылатын сіздер ғой, есік алда отырып алып. Назиран келді көтерген о дейме деп. Басқа келмен шатастырып алмасын. Дұрыс па апа? Ал, енді тағы да бір жиілетейін. Келін, қайын інілерің бар еңбекті, қайын сіңіллерің бар келбетті. Бұлардың алды ер жетті, бұлардың алды бой жетті. Барша ер жетіп, бой жетіп жатқан қайын сіңіллеріңіз. Ахмет, Бақыт, Нұрман, Әли, Мейрамбек, және де Мейіржан, Нұрислам, Нұрғали, Нұрғиса, Нұрислам, Дінмұхаммед, Рамазан, Мүсілім, Хамза, және де Сүндет,
Abdurrahman, Ahmet, Abdijabbar, Rasul, Rashid, Rahim, Abdisattar, Abdijabbar, Abdig'appar deydi. Және де қайынсіңлеріңіз Ағзері, Нұрсая, Айша, Сафия, Фатима, Талшын, Аяру, Раяна, Айша, Ұлзері, Балнұр, Ағнұр, Мәриям, Зейнептерге бәріне қос сәлем болсын шкереке. Рахмет. Құдай-ау, мыналарға не сәлем керек, Әкеңе рахмет айтсын. Жолда ішіп қоймай, әкеңе рахмет айт. Айтпасақ осылар үшін айқай шу отыр беташарда. Басқа үлкендерді қайдам, осы кішкентайлар үшін беташар бітшіт болып отыр. Айналайын Келінжан, балақтар бүлектей, мұрмоқтар дүлек жана кішкентайлардың бәріне берші тағы да сәлем. Ал, ең соңғы сәлемді Әсеттің достары бар коллективтеріне бір арнап қойып. Қол соғып қойыңыздар арнайы. Әнін айтар аямай, әзіл айтар сырласып, мұнда тұрған жағалай. Әсетіңнің достары тайқұлындай тебізген, қиындықты бөліскен, қыздар көрсе қырымдап, қырымдап, тепсе темір үзгендер. Әсетіңнің достарына бір сәлем. Өмірде Әсеттің достары көп, достардың ағайын сандары көп. Әсеттің өмірде арманы жоқ, арманның жоқтығы, достарының көптігі. Рахмет. Енді Әсеттің коллективтерін білесіздер қойып, 5 адам деген. Енді Әсеттен сұрағам, аттарын таппадым ғой десем, бәрі менің ағайындарым, құдаларым сондай болып келеді деді. Сонда да бір ауыз айта салған кем емес. Әсеттің коллективтеріне, шаштараз ұзымына жеке бір сәлем беріп қойыңыз Келінжан. Аттары аталғаны бар, аталмағаны бар. Ал енді Әсеттің өзінің достары Ақыл, Бауыржан, Нұрдәулет, Нәлі, Айдархан, Муха, Бағдат, және де Бегарыз, Бақберген, Қыдыржан, Асылжан, Бағдәулет, Мирас, Миша, Бекзат, Бейбарыз, Жанболат, Заки, Мейіржан, Қуаныш, Данияр, барша атымыз аталмады демесін. Әсеттің достарына сәлем болсын әреке! Бірге аскен жаным жүрілер, 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 жүрілер. Бөлелегім бірге аскен жаным жүрілер, 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 жүрілер. Бөлелектен бірге аскен жаным жүрілер. Қанат ағамызға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Осы 5 адамның бастығы шапалақ болсын жақсылап. Рахмет. Енді бұл жерде туған жиендері қап кеткен екен. Гүлдана, Нұрболат, Нұрахмет, Нұрислам, Айдана дейді. Оларға да сәлем беріп қойып шкенеке. Ал. Жиендердің құрметіне. Рахмет. Олардың аты аталып қойған сияқты ғой, что-то кемеді ғой. Ал ағайын. Өп, бәрекелді. Рахмет, Құдайдан қайтсын. Ал ағайын, дастарханның дәмін айттым, тойдың мәнін айттым, сәкеннің сәнін, күләштің әнін айттым. Тоқтамай, маған Азекең не жазып берді, мен де тоқтамай соның бәрін айттым. Дәптерімді берем, қолымда тұр міне, сенбегендерге. Келін соң сәлем шашып беташарға келмегендерге де. Рахмет. Бірақ келмет дейтін адам жоқ бүгіне. Бәрі келді ғой. Келін аттары аталса да өтірік естімей отыратындарға тағы да бір сәлем беріп қояйық. Аты аталса да шынымен естімей қалғандарға тағы да бір сәлем. Нуларына шапалақ ұрмай отыр, сонда да бір сәлем. Кім қап кетті? Қол көтеріңіздер, қалған кісілерді айтамыз. Кейін еш нәрсесі жоқ. Әлі келін бетін ашқан жоқпыз. Бірақ мынадан қалу мүмкін емес шығар, Датавай тұқой адамдардың атын. Не дейді? Әңгіме айтып жатыр ма?
Ya uyumdastırып жатыр десеңші ректі. Так. Назира жеңшем майда. Назира жеңшем келсін ортаға. Қошемет баласын ағай. Сіз билетер махаббат шіркін солай. Мына жігіт қап кетті қой. Тағы да бір сәлем беріп қойыңыз кәнеке. Мала жиен ба? Рахмет. Үлкен жиен екен. Кеңіз әпше. Енді құрметті ағайын, ойлап қалмаңыздар. Енді Назира жеңшеме келінің бетін аштырып жіберейін деп тұр екен деп. Енді мынау ниет адамнан, нәсіп Алладан ғой. Енді бұл кісінің бір ниеті бар шығар. Пәленше апам сияқты болсын келінім деп жүрген. Сондай бір алтындарға, асылдарға аштырамыз келін бетін. Өзім ашам десе өзі де ашып қалады жүр, білмеймін. Өзі ашасын сияқты келді маған. Кім ашады келін бетін? Бар, беріп келіңіз әшесін. Қошемет болсын әне. Апа келсеңізші. Асықпаңыз, бетін ашуға жаман асықсы келсіз, байқап тұрмын жәлден бері. Апа, келін құтты болсын. Қош келдіңіз бұлманға, қош келдіңіз думанға. Апаларым бата берген емес қой, ер азаматтар тұрғанда. Дұрыс бағайын, енді апам келінің бетін ашпай тұрып, бір тілек айтып берсін да осы көпшілікке. Дұрыс па? Бір алғыс айтайық апа. Кәні, өзіңіз. Кеп отқан көпшілікке бәріне рахмет айтам. Осындай той бәріңізге жұғысты болсын, немере той. Жастар бақытты болсын. Келгендеріңізге бәріңізге мың алғыс, Құда қаласа. Дайынсыз ба апа? Шешейік енді, келіндер шешілді ма? Сай тұр. Ал! Қошемет болсын ағайын! Бай шіркін қазақтың келіндері. Böyle çabuk қойғандыз. Апа ашаяқта ақыр ашқан екен, өзіңіз ақ көрдіңіз ғой, біз көрмедік қой. Біз ше көрмейміз ба апа сонда? Болды, ашылды. Шапалақ болсын ағайын. Ал апа, Құдай қаласа өзіңіз құсап осы қожалардың ұлтын бұзбай, сіз сияқты керемет ана болсын. Әумин ардақты ағайын. Келе ғой өнім. Ал, келесі беташар осы өніміздің үйінде болсын. Енді ма оқтауды ұстағаннан кейін әнімізге де жұғысы болсын. О, тиін ашаш ал анам бәрін. Тиінді атты ал. Ертің үйдің сығып қыздарға звондайсың ғой. Оқтауды емес, орамалдасың. Енді бұлай қарай кетіп қал. Тез. Жанға қарай кет. Бұлай кетсе қиял. Әсет әтен қасына жақындама енді, түсіндің ба? Қол тимейді. Ал ағайын, енді менің Назира жеңшеме де бір нәрсе қасын енді. Оқтауды жеңшемнің өзі берсін. Құдай қаласа осы келіміздің сөздің тоқтауы қашан қарасан қолында оқтауы бар келім болсыншы. Кәнеке жеңше. Бай шіркін қазақтың келіндері. Бәрекелді. Әдемі, тамаша. Рахмет, келін құтты болсын. Енді менің Азамат тәтем майда. Азамат тәте, кезеңші бері қарай. Азамат тәтем келін алды ғой. Шуламаймыз ба? Ал Азамат тәте келін құтты болсын. Енді нау үлкеніңді айт, үлкеніңмен жүрген жеріңде мақтан дейді. Бір әулеттің бір үлкен қариясынан шақырайық. Қай қарияны шақырасыз енді ортаға? Еткеңіз. Қалайсыз, қуатсыз ба? Келін құтты болсын ардақты ата. Құдай көңілдің көлін берсін. Құдай өмірдің өрін берсін. Осы әсетімізге ата сіздердің жолдарыңыз берсін Құдай қаласа. Енді осы жастардың болашағына бір әдемі бата беріп берсеңіз кәнеке. Әумин ағайын. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah dinlerinizge sağlık, otbaşlarınız aman bol ösübelerinizler toy toğulasın. Mine kelip atkan kendimizin ayağı kutbol kesin aynalayın. Ekeceğiz bakıtlı olsun, ösübelsin. Osundaki köpçülüktün aytkan tileklerini Allah kabul etip yakın yönün jaksılığını versin. Toy toğulasın, bärimizge juğusy bolsun amin. Elge tinçlik, mevcutçuluk zaman bolsun amin. Amin ata, batаңыз kabul bolsun. Ата шаңырағыңызда тек қана жақсылық табыл болсын. Менің емес, елдің сөзі ғой. Құр қолға бата жүрмейді дейді ата. Мынаны азамат балаңыз аманат қылып еді. Соны өзіңізге табыстап қояйын.
Қошемет болсын Шардақта ағайын әреке. Рахмет. Sağ olsun, baqtыңыздар, той тойласып жақсылық бола берсін. Әумин. Ал ата, міне. Той құтты болсын ата. Ал Ардақта ағайын, атамызға да бір қол соғып қойыңыздар. Азамат аға, бір келін базардан келе жатыр дейді. Сөйтсе қолында тола екі сөмкесі бар. Өзі босануға айы күні жетіп отыр екен. Өзі 9-шы этажда тұрады, 8-ші этажға лифтімен көтерілген. 8-ші этажға жеткен кезде толға қысқан ғой енді. Сонымен айқайлап ойбайлап дондағының бәрі жиналып, жедел жәрдем шақырып, жаңағы келінді 8-ші этаждың лифтісіне босандырып апты апа. Сөйтсе ана келін бетін жауып алған дейді, масқара болдым, ұят болды ғой мынау деп. Сөйтсе ана босандырған кісі айтқан ғой, немнеге ұяласың? Шекесі торсықтай өмірге ұла келдің ғой, қуансай деп. Сөйтсе ой масқара болдым, ол бөлек қой деп айтады дейді. Әй, сенікі еш нәрсе емес. Сені қайта лифтіде босандың. Өткенде ана светофордың түбінде бір келчек босанған тұғын. Соны айтсай сен, 10 күн қасында сенікі түк емес қой депті ғой. Сөйтсе ана келін бетін жауып алған дейді. Ойбай, ол да мен ғой деп айтады дейді. Соқсап, не дейміз ағайын? Келіндеріңіз қожа елін көбейтетін келін болсын дейік Шардақта ағайын. Ал келін, бәрімізде барсана, сен енді ешқашанда шаршама. Бетің ашылды ғой, ашық күйде иіліп, сәлем беріп қой, мұндағы тұрған баршаға. Бәрі сенің ырызың, бәрі енді сенің туысың. Ағайын, сіздерге де көптен көп рахмет, менің де бітті жұмысым. Ал келінмен суретке түсем дейтіндер, келіңіздер, суретке түсіп алыңыздар, той жұғысты болсын дейтіндер, билеңіздер. Орта сіздердің кәнекей. Ал той құтты болсын ағайын.